Еврей мәтелдері. Ақысы төленген білім ұзақ уақыт есте сақталады. Куәгерлердің көзінше қарызға ақша бер, ал сыйға ақшаны куәгерлерсіз бер. Егер сіз ақмақпен сөйлескен данагөйді көрсеңіз, онда екі ақмақ сөйлесіп жатқанын біліңіз. Қожайыны көп үйде қонақ аш қалады. Тәтті болма, әйтпесе жейді. Ащы болмаңыз, әйтпесе олар сізді түкіреді. Егер ақша жоғалса немесе ұрланса, дана еврейлер Құдай ақшамен алғаныңыз үшін рахмет дейді. Сіз қарызға бай болмайсыз. Қарыз алдың, досыңды жоғалттың. Ақшаның жоқтығына бәрі шағымданады, бірақ ақылдың жоқтығына ешкім шағымданбайды. Қолында барына риза болған адам бай. Ақшасыз сені зиратқа да апармайды. Тәжірибе бұл адамдар өз қателіктерін атайтын сөз. Егер мәселені ақшаға шешуге болатын болса, бұл проблема емес, бұл шығын. Шарап кірді, құпия шықты. Біреуді ешкім сүймесе қасірет, бірақ бәрі жақсы көретін адамнан сақ бол. Егер сіз алтын мен кітапты түсіріп алсаңыз, алдымен кітапты алыңыз. Өмірде адамға 3 нәрсе керек: шыдамдылық, тәтті тіл және құпияны сақтау мүмкіндігі. Көңілді адам әрқашан дұрыс. Байларға аз ақша берілмейді, кедейлерге үлкен ақша берілмейді.